Мен сендерге қазір бауырсақ ертегісін айтып берем, жарай ма? Тыңдаймыз. Ертеде шал мен кемпір өмір сүріпті, иә? Шал айтады: кемпірім, маған бауырсақ пісіріп берші дейді. Кемпірі: ұн жоқ қой, қайдан пісірем дейді. Сонда шалы: қамбаның түбін қарасайшы, бір бауырсақ пісіретін ұн шығатын шығар. Кемпірі: жарайды деп қамбаның түбін қарап, бауырсақ пісіретін ұн алыпты. Сөйтеді де қаймаққа бауырсақ илепті. Көңілді әндетіп, атасы мен апасынан қашып келе жатыр. Кенет алдынан кім шықты? Қоян шықты. Қоян бауырсаққа: бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Бауырсақ айтады: мен жемеші, мен саған өлең айтып берем дейді. Қандай өлең айтатын еді? Атамнан қаштым, апамнан қаштым, енді сенен қашам. Бауырсақ қашып кетеді, иә? Түлкі: естімей жатырмын, құлағым ауырлау еді, жақындашы, мұрнымның үстіне шық дейді. Сонда бауырсақ домалап не істейді? Түлкінің мұрнына шығып не деп айтады? Атамнан қаштым, апамнан қаштым, қояннан қаштым, аюдан қаштым, қасқырдан қаштым, енді сенен қашам. Деп секіре бергенде түлкі аузын ашып қалады да бауырсақты хап етіп жеп қояды. Сонымен бауырсақтың сапары осымен аяқталыпты. Кітапханаға не үшін келеміз? Кітап оқу. Кітаптар көп. Гүлдердің бұлттардан, әр гүлде бір арман, таусылмайтын тәтті сыя келіп жатты, жан біткеннің бәрі маған. Ерте келер, ерте